Баршаңызға сәлем. Бүгін біз вафли жасайтын боламыз. Бізге керегі маргарин немесе сливочное масло. Одан соң қантымызды 2 бөліп араластырып аламыз. Мен басында венчикпен араластырып алдым. Одан соң миксермен араластырам. Өйткені венчикпен комок болып тұрады. Жақсылап араластырып алдық. Енді жұмыртқамызды салып араластырамыз. 4 жұмыртқа қолдандым. Порцияларыңыз көп жасау керек болса, соған қарай порциясын көбейтесіздер. Одан соң ұнымызды саламыз. Миксермен араластырып келдім. Мінекей, осындай болады. Енді вафленицамызды қыздырып, соған 1 қасықтай салып пісіреміз. Қарап отырамыз, өйткені күйіп кетуі мүмкін. Алып, домалақтап ораймыз, немесе гүл сияқты жасаймыз. Міне енді гүл сияқты жасаймыз. Мінекей осы әдемі болады. Формасы үлкендеу болды менде. Тағы да кішіректеу форма болса өте әдемі болады. Міне барлығын пісірдім. Шаймен жеуге өте дәмді, тәтті. Жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Сұрақтарыңыз болса комментарийға жазыңыздар. Рахмет.